Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимаратында тұрғындармен есеп беру кездесуі өтті. Жиында кәсіпорынның 2026 жылдың бірінші жарты жылдығындағы жұмысының қорытындылары таныстырылды. Кәсіпорын қызметінің нәтижелері, инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы және сумен жабдықтау мен су бұру жүйесін дамыту перспективалары туралы компанияның бас директорының орынбасары Жанатбек Тұрдалиев баяндады. 2009 жылдан бастап Еуропаның қайта құру банкісімен жұмыс істеп келе жатырмыз. Инвестиция салу бойынша біз 6 келісімшарт түздік. Аталған банкпен 60 миллион евро көлемінде қаржы инвестициялық бағдарламаға жұмсадық. Соның бүгінгі күнге 44 миллион евросын біз қайтардық. Бұл енді олардан алған несиеміз, ол тиімді шарттармен алынған 4,5% жылдық сыйақысы бар, 13 жылға дейін береді. Кездесу барысында 2026 жылдың 6 айында кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасы 100% орындалғаны атап өтілді. Ақпан Батыр және Сарбаздар көшелеріндегі су құбыры желілерін қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Сондай-ақ Саяжол Қамысты көшесіндегі кәріз коллекторын жаңарту және жаңа кәріз желісін салу жұмыстары жалғасуда. Бұл жобаларды жүзеге асыру коммуналдық инфрақұрылымның сенімділігін арттырып, апаттық жағдайларды азайтуға және қала тұрғындарына көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Су және кәріз қызметтерінің құны да есеп беру жиынында көтерілген негізгі мәселелердің бірі болды. Жанатбек Өсипұлының айтуынша, тұтынушылардың 57% үшін ай сайынғы төлем бір адамға орта есеппен 276 теңгені құрайды. Біздің 1 литр суымыз 11 тиын екен, ағайындар, 11 тиын екен. Бөтелкедегі суды жарты литрін 250 теңгеге, 300 теңгеге, бір жерде 400 теңгеге төлейді деген өткенде барып алдым мен. Сөйтсем алсаң ал, көбі алмасаң аға не дейсің? Мен ештеңе дей алмаймын. Біздің суымызды пайдаланып, таза бір фильтр қойып қойған, сатып жатыр. 1 литр 15 теңгеден сатып жатыр. Әшейін бөтелкеңіз құйып береді, барсаңыз тұр мынандай ақырап, бірақ ішінде біздің су. Сонымен қатар кездесу қатысушыларына кәсіпорынның экологиялық жобалары туралы ақпарат берілді. Толық тазартудан өткен сарқынды сулар техникалық дақылдар мен жасыл желектерді суару үшін қайта пайдаланылады. Бұржар су жинақтағыш аумағында табиғи экожүйе сақталуда. Мұнда 1000-ға жуық үйрек мекендейді. Ал тазарту құрылыстарында 140 000 балық шабағы өсіріліп жатыр. Олар алдағы уақытта су айдынына жіберіледі. Бізде мына цифрлық жасанды интеллект енгізу бойынша барлық қолдан келетін барлық мүмкіндіктерді пайдаланып жатырмыз. Ол мына SMS жолдай аламыз тұтынушыларға. WhatsApp желісі толық жұмыс істеп тұр бізде. 2-3 барлық дилерский участоктары бар. Мына электрондық поштамен жұмыс істей аламыз. Сосын ең бастысы біз электрондық мына чат-бот платформасымен жұмыс істейміз. Бұл өте ыңғайлы. Бұл бір шетінен цифрлы водоканал десеңіздер болады. Цифрлы водоканал дегеніміз не? 24 сағат сіздерге қолжетімді өздеріңіз лицевой счеттарыңыз. Тіркелесіз, жаңағы ашсаңыз, бол. Су өлшеуіш құралыңыз қашан қойылған, ол жөндеуден қашан, тексеруден қашан өту керек, көрсеткіштері қандай екен, показания жібере аласыз, көрсеткішті суретке түсіп жібере аласыз. Қанша төлегеніңізді білесіз. 5 жылдық архив бар. 5 жылдық архив бойынша квитанциялар. Кез келген жаңағыдай орысша айтқанда спорлы жағдай болса, ашасыз да көріп дәлелдеп бере бересіз. Біздің базамызда не болса, сол сіздің қалтаңызда, телефоныңызда. Есеп беру жиынның соңында Жанатбек Тұрдалиев тұрғындардың сұрақтарына жауап беріп, кәсіпорын жұмысына, тарифтерге, желілерді жаңғыртуға және сумен жабдықтау мен су бұру жүйесін одан әрі дамыту жоспарларына қатысты өзекті мәселелер бойынша түсініктеме берді. Мен енді бүгінгі болған есеп бойынша өз пікірімді айтайын. Жаңа түсініктеме беріп сұрақ қойдым ғой. Су ресурстары маркетинг табиғи монополиялардың аясындағы жұмыс істеп жатқан біздің Шымкент қаласындағы бірден-бір мекеме. Негізгі мәселе тұтынушыларға үздіксіз және сапалы қызмет көрсету деген бір-ақ мәселе бар. Сапалы и үздіксіз. Егер бір сағатта су тоқтап қалса, бәріміз жылаймыздан айта бастаймыз, неге су тоқтап қалды деп. Егер судың сапасы нашар болса, онда айтамыз. Қазір су ресурстары маркетинг Шымкент қаласының тұрғындарына сапалы әрі үздіксіз қызмет көрсетіп жатыр. Судың сапасы жақсы, ал енді ол үздіксіз болып жатыр. Сондықтан мынау есебі назарға алынсын,
су ресурстар маркетинг осылай сапалы және үздіксіз қызмет көрсетіп, жұмысын жақсы алға қарай жалғастыра берсін деген ұсынысым бар.